5 күндік мына жалғанда, жетсінші бәрі арманға. Ақ көйлек кию бұйырсын, тілерім нәзік жандарға. Сыйласын жары тәтті өмір, кешсе де бастан шақ небір. Бұйырсын ата байсалды, бұйырсын ене ақ көңіл. Шаттыққа бөлеп әр үйді, жарық қып тұрар фәниді. Атансын ана бол үшін, бұйырсын сүйеу сәбиді. Құламай жүгі жиылсын, тағдыры қыздың қиынсын. Қазақтың әрбір қызына осының бәрі бұйырсын. Армысыздар, құрметті қауым. Менің есімім Шорманова Камиля. Жасым 21-де. Қасиетті Кереку шаһарымыздың Павлодар облысы Успен ауданының тумасымын. Қазіргі таңда бастауыш сынып мұғалімі мамандығын иеленіп, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беріп келемін. Әрбір оқушының жүрегіне жол тауып, олардың білімге деген қызығушылығын арттыру менің басты мақсатым. Одан бөлек мен шығармашылыққа өте жақын адаммын. Соңғы кездері өзімді той саласында дамытып, қыздарды сыңсумен шығарып саламын. Жақында биыл той орталығын аштым. Бұл орталық арқылы қазақтың салт дәстүрін насихаттап, әрбір тойдың сәнін келтіріп, ерекше әсер сыйлауды мақсат етемін. Өткен жылы мен облыстық ертіс аруы байқауына қатысып, жүлделі 1-ші орын алдым. Павлодар облысының ертіс аруы атағын жеңіп, тәжге ие болдым. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Әрине, әр жетістіктің артында үлкен қолдау тұрады. Менің де жанымда әрдайым қолдау білдіретін ең маңызды адамым бар. Осыдан 3 жыл бұрын тағдырым мені сол жаймен жолықтырды. Әрсен екеуміз университет қабырғасында танысып, бір-бірімізге терек бола білдік. Япыр-ай, мен қайтсам екен, мінезіңді сен қыздан. Көлдей тұнып жатыр едім, тынышымды сен бұздың. Ал қыркүйек айында сырға салу рәсімі өтіп, мен өз ұямынан ұшып үлкен өмірге қадам бастым. Бүгінде мен бір үйдің ерке қызы ғана емес, үлкен бір әулеттің аяулы келіні, сүйікті жары атандым. Мен Май ауданындағы Боша ауылындағы үлкен бір Байғабыловтар әулетінің келінімін. Бүгінде сол әулеттің жалғыз ерке келіні ретінде өз орнымды тауып келемін. Біздің отбасымыз қазақтың салт дәстүрін қадірлейтін, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін, берекесі мен бірлігі жарасқан тату жанұя. Біз әрдайым бір-бірімізге қолдау білдіріп, қиындықта демеу бола білетін жандармыз. Жалпы, осы сайысқа қатысудағы басты мақсатым өз жанұямды және өзім келін болып түскен Боша ауылын лайықты түрде таныстырып, қолдау көрсету. Келін болып түскеніме көп уақыт өтпесе де, енемнен көптеген тәлім-тәрбие алып, қазақи құндылықтарды бойыма сіңіріп келемін. Сондықтан да бұл жетістігімді тек жеке жеңісім ғана емес, мені осы байқауға қолдап отырған әулетімнің ортақ жетістігі деп білемін. Назарларыңызға үлкен рахмет.